Бір периодта орналасқан элементтер арасында ортақ сипат бар ма? Бұл сұраққа элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, жауап беріп көрейік. Атомдық нөмірі бірге тең сутек атомына көз салыңыз. Оның бір электроны мен бір электрондық қабаты бар. Бұл периодтың өзге элементі гелий. Гелийдің атомдық нөмірі 2-ге тең және оның 2 электроны да бір электрондық қабатта орналасқан. Екінші периодтың бірінші элементі литий. Оның 2 электрондық қабатта орналасқан 3 электроны бар. Екінші периодтың келесі элементтерінде де 2 электрондық қабат бар екеніне назар аударыңыз. Әр жаңа электрондар 8 электрон сиятын екінші электрондық қабатқа қосыла береді. Бұл неон жағдайындағыдай екінші қабат толғанша жалғасады. Осы заңдылықты барлық периодтық кестеден көруге болады. Енді үшінші периодтың кез келген элементін, мысалы магнийді қарастырайық. Магний атомында 12 электрон бар. Бірінші ішкі электрондық қабатта 2 электрон, екіншісінде 8, ал үшіншісінде 2 электрон орналасады. Сәйкесінше магний атомында 3 электрондық қабат болады. Бұл берілген элемент атомындағы электрондық қабаттар саны элемент орналасқан периодтың нөміріне тең екенін білдіреді. Периодтық кестенің әрбір горизонталь жолы бірінші топтың белсенді металынан басталып, инертті газбен аяқталады. Алайда газ күйіндегі 2 элемент сутек пен гелийден тұратын бірінші период және жетінші период. Бұл заңдылыққа бағынбайды. Қасиеттері бір-бірінен мүлдем өзгеше элементтер арасында қасиеттері біртіндеп өзгеретін бірнеше элементтер бар. Олардың қасиеттері атомдық нөмірдің артуымен жайлап өзгереді. Натрийден басталып аргонмен аяқталатын үшінші периодты қарастырайық. Периодтың алғашқы 3 элементі натрий, магний және алюминий металдарға жатады. Келесі элемент кремний жартылай металл немесе жартылай өткізгіш деп аталады. Себебі оның электр өткізгіштігі жоғары емес. Келесі 2 элемент фосфор мен күкірт бейметалл қатты заттар. Ал соңғы екеуі хлор мен аргон газдарға жатады. Период бойынша қасиеттердің ең маңызды өзгерістерін келесідей сипаттауға болады. Металл, жартылай металл, бейметалл.